Ассалаумағалейкум халқым, жұлдыздар ақиқатына қош келдіңіздер. Тіркеліп, комментария жаза кетіңіздер. Сіздерге айтатын ақиқатымыз бар. Сәкен Майғазиев пен Мәдина Сәдуақасова қарым-қатынасы туралы шындықты айтамыз. Халықтан жасырмай, бар шындықта жайып салды. Қымбатты достар, қымбатты қазақ елі, біз осы қасиетті Рамазан айында бүкіл шындықты айтуымыз керек боп тұр. Адамнан жасырғанды Алладан жасыра алмайсың дейді. Өйткендегі ән сапарында да айттым. Қасиетті айда шындықты да айтуды жөн көрдім. Біздің студенттік шағымыз, бос бала, бой жеткен шағымыз бірге өтті. Ащы да, тұщы да, аштықты да, тоқтықты да бірге көрдік. Бір нанды үзіп жеген күндеріміз де болды. Себебі екеуміздің өз отбасымыз бар. Отбасымызбен араласамыз. Біз бір оғаш қылық көрсеткен жоқпыз. Артық іс көрсеткен жоқпыз. Ұшақтан бірге төсек қосып қоясыздар. Жабыстырып та қоясыздар. Сондықтан біз доспыз. Бір әулеттің баласындаймыз. Жақсы да, шаттықта да жоқ дейді ғой. Мәдина менің келіншегіммен дос болған, бірге жүрген, әрдайым қолдап қолпаштап жүреді екен. Ал Мәдинаның жолдасымен бауырымыз екеуміз бір-бірімізбен хабарласып, жағдай сұрастырып тұратын едік. Тек кездесіп қала бермес ағынан жарылған әнші Сәкен Майғазиев. Сіздерге ұнаса, тіркеліп, комментария жаза кетіңіздер. Бұдан да шындықты да жасырмай сіздерге айтатын боламыз.